Сол енді осы жолы әңгімеміз осы өзіңіздің аға буын ретіндегі жалпы көзқарасыңыз, өнер саласында жүріп өткен жолыңыз жайында болсын. Жаңа Түркістан қалағалығынан баға беруден бастадық қой, толықтырып кетсек болады аға. Иә, біз енді шынымен айтып отырмын ғой, осыдан мен 8 жыл ба 10 жыл бұрын Азербайжан Мадиш Мамбетов халық қаһарманы басқарған кезде біз Қозы-көрпешпен келдік. Мен Қодарда ойнаймын. Бүгін таңғы бағдарламаның аты қалай? Жаңа толқында болды Алтынай. Ол Баянда ойнайды. Екеуміз курстаспыз. Сол келгенде кішкене халық не болмады, халық көп болмады да. Енді ол Қозы-көрпеш, Айтым Сүреп біздің классикамыз. Енді осы жол келгенімізде қаланың өзі де өзгерген, адамдар да өзгерген. Ол өте жақсы. Енді мен өзім ойлаймын, бұл жер әулиелі жер ғой, екінші Мекке деп атады. Түркістан қазір енді түркі халықтарының үлкен ордасы деп жатыр. Ол жерде көп мәселелер түркі халықтарының ордасы шешіледі. Ләйім сондай болса екен деп, өйткені ол Түркістан, біздің Қазақстанда тұрғаннан кейін түркі халықтардың бәрі біздің осы Түркістанға келеді. Оның өзі бір плюсы бар. Соның кейін бұл жерде енді былай қарап отырсаң, туризм де жақсы дайындалды. Енді мен шынымен екінші Астана деуге де болады. Өйткені Астанада біз енді біздің Астана біздің көзімізше өсті ғой. Мына жерде енді біздің көзімізше мен бұл жерге осыдан бұрын мен енді осы келген ғой енді осы мына телейді. Ол кезде телеарна болды ма болмады ғой деймін ол кезде. Соңғы рет келгенде телеарна болған жоқ. Содан кейін зәулім ғимараттар. Жоқ, анау түрік университеттен дейін ғана болды ма, кейін аршетін бәрі шаң болып жатты ғой. Дейін шығар онда. Шаң болып жатты. Кіреберістің келе жатқан кездің бәрі шаң болып, бәрі не болып қалды. Қазір қарасаң кәдімгідей жолдың бәрі адам танымастай. Көшенің бәрінде анау қыдыратын жерлері, отыратын орындар, қала керемет өзгерген енді. Енді ол менің көптен бері келмеген өзімнің мнением. Енді сендер енді осы жерде тұрғаннан кейін может. Біз де Астанада тұрғанда көп мысалға Бәйтерекке көп бара бермейміз, Океанариумға көп бара бермейміз. Хан Шатыр, анау мына бізде көп қой. Мәңгілік ел анау. Қонақтармен бірге барасың ғой, бізде бар екен ғой, осындай деп сендерде. Сол сияқты бағанада кешелі бері келгеннен бері келгенде енді бірінші миссиямыз біз сол театрмен келдік Түркістан облысына. Биыл біздің театрға 35 жыл. Соны биыл Алла қаласа осы бірінші биыл сол 35 жылдықтың алдында бірінші гастроліміз осы киелі жерден өзіміздің кеше бастайық деп Түркістан халқына 4 па 5 спектакль алып келдік. Соның кейін келе салдықта біз Арыстан бабамыздың басына бардық, Құран оқыттық, мал сойдық, зиярат еттік. Бәрібірде әулиенің аты әулие. Былай қарасаң Түркістанда бүкіл әулиелер қоршап жатыр екен де. Ахмет бабамыз бар, Яссауи, мына шетте де Арыстан баб. Содан кейін қарасаң шешесінің бәрінде көптеген әулиелер бар. Түркістанға келу үшін жаңа зиярат етіп келу керек, міндетті түрде ұмытпау керек. Иә. Сондықтан бұл жерге бісміллә деп келу керек та. Ай, бәрекелді. Слишком наглый, слишком былай не болды деген жоқ. Өйткені көп жағдайда үлкен кісілер қағып жібереді да, жыныңды қағып жібереді. Сондықтан әрдайым жерде бісмілләның ішінде болып, қай жерде болса да, енді біз енді әруақтарға сыйынып, мұсылмандық ұстақпаған халықпыз ғой, аузымыздан бісмілләміз түспей. Сондықтан көп жерде сол Арыстан бабамыздан бастадық. Ары қарай Аллаға шүкір, кеше Қаракөзде де біздің халық көп болды. Кешегі Шәмшіде де, бүгін енді мен сол Қуаныш Жиенбай деген ағамыз бар, драматург, соның Патша көңілім не дейсің деген спектакльде ойнаймын. Бүгінде халық көп деп жатыр. Енді мен енді көбісі енді эстрадалық әнші ретінде біледі, КВН-нан көргендері бар. Ал театрда көбінесе енді театрдың актерлары қызық қой, енді көбінесе сол спектакль кішігірім халыққа ғана жасалып, көп реклама, көп жарнамалар көп не қылмайды. Эстрадада жүргеннен кейін телеарна шақырады, газет шақырады, осындай YouTube каналдар шақырады, бәрінде әйтеуір жүресің. Сондықтан
көбісі ойлайды эстрадаға. эстрада жанрында таныған көрермен бүгін театрға барып жатса, Ерлан Малаевты басқа қырынан таниды деп айта аламыз ғой. Иә, негізі Ерлан аға айтып жатыр ғой, Түркістан қаласының жаңалығымен таңғалып жатсыз. Енді біз де сіздің жаңалығыңызды таңғалып жатырмыз. Атаңызға айналған Бәйтерек тобы жаңа бір құраммен, жаңа бір буынмен көрерменге қадам басқалы жатыр екен. Енді біз сізді жақсылап хабарымызда таныстырып өтейік. Енді арқаны кеңге салып бірінші танысып алайық деген ниетте. Қош келіп жатсыз, көргенімізге қуаныштымыз. Құрметті көрермен, өздеріңіз түсінгендей, әдеттегідей эфирде ойғап, енді бүгінгі хабарымыздың төрінде, студиямыздың төрінде Қазақстанға белгілі қаншама буынды деп айтайықшы, қаншама толқынды, өздерінің ерекше романтикалық әндерімен, ерекше әуезді әнімен тербелген Бәйтерек тобының негізін қалаушы Ерлан Малаев ағамыз және театр актері, кәдімгі кәсіби маман, сондай Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Ерлан аға, қош келдіңіз. Қош көрдік, жігіттер. Шынында біздің әнді тыңдауға үлгердіңдер ме? Әрине. Біз мұң тұндырып жанарың десе, мен енді... Біз 2004-те шықтық, ән 2005-те шықты. Сол кезде қаншада болдыңдар? Мен ол кезде 5-темін. Сол кезде тыңдап жүрсіз? Жоқ, бертін келе бір 2010-дардың шамасында тыңдаған шығармыз. Бұл әлі күнге дейін тыңдаймын. Менің қазір көлігімде негізі, мен жаңа әндер тыңдайтын неге жатпаймын, буынға жатпаймын. Ескі әндер тұрады негізі көбінесе. Сіздерден, Заттыбек ағалардың әндері тұрады деген секілді ғой. Мен ойлаймын, ішіндер енді жассыңдар ғой, бертін келгендер. Біздің тыңдармандар, қазір сол кезде қыздар қазір әпше әжелер болып келіншектер. Соларды ойлаймын, бірақ кейбір кезде біз осындай сұхбаттарға, осындай неге барғанда жастар, аға білеміз, сенді білеміз, ананы білеміз, содан кейін кейбір кезде бір концерттерде отырып, бірге айтайық, кәне деп ағайында бәрі айтады да, жастар да қосылады. Сол ойлаймын, қалай бұл кісілер тыңдайды, қалай не қылады. Бірақ енді қазір біздің жастар интернет дамыған, қай жерде. Біздің кезімізде 2004-2005-те телеарна, журнал и радио. Бітті, мынандай жоқ. Ол үшеуінен ғана көрінеді. Тыңдайтын уақытын өтіп кетсең құрып аласың ғой. Радио, сол қазақ радиосы, барлық радио Алматыда, орыс радиосы, тағы да қандай көп радиолар Алматыда, кейіннен. Шымкентке келсек, Шымкентте сол өзіміздің сол Шымкент радиосы, Шымкенттік радиосы бар, и Шымкент, Түркістан, Қазақстан болды, телеарна. Сол жерден не қылды. Ал қазір бәрі интернетте бүкіл. Бір әнді бүйтіп салғанның өзінде таңертең тұрып қаласың. Уже сен деп отырасың ғой, шынымен ағайын. Ерлан аға, негізі бүгінгі сұхбатымыз маған өте ерекше тарихи сәт. Неге десеңіз, мектеп шағымызда, мен айтып жатырмын, сіздің әндеріңізді өте тыңдағанбыз. Топтың әні, әлі күнге дейін өміршең деп айта аламыз. Сыныпта апайымыз өте шығармашыл жан болды да. Біздің сыныпта оқитын 3 жігіттен Бәйтерек тобын құрап шығарды. Анаң ғана. Ішінде Ерланның мен едім. Ұқсайды екенсіңіз. Жанды дауыста айту шарт болды. Сол кезде түсіндім, Бәйтерек тобы болып айту оңай емес екен. Ханшайым әнімен. Ханшайымда болды, бірінші сен шықты, содан кейін сол сен шығып кішкене дүбірлі болып жатқан кезде, дүбірлі додада түсіп жатқан кезде, сол кезде Мұстафа Сандал, Таркан дегендер шығып жатты да, восточный ән жазу керек болды бізге. Не істейміз дегенде, менің өзім баяғыда ауылда мектеп кезінде жүргенде ән айтатын болды. Бұл басқа, бұл типа попсовый сондай немен айтылған ән болатын. Ол сөзі де басқа көш ән. Өзімнің әні, әуені менікі болатын. Сонымен жігіттерге осындай әуен бар деп, осылай деп. Ереке, давай мұнан Востокқа не қылайық та, ортасын былай қосып, там рептер, несиет қосып, жазып көрейік деп. Давай деп. Сонымен солай Восток жазу керек болды бізге. Шығыс стилінде. Шығыс стилінде. Сол кетті, жаздық. Жазғаннан кейін что-то бір жер ұнамайды. Әйтеуір әншілердің өзі бәрінде сондай бір әнді жазған кезде бір жер бірнеке болып тұрады. Бір қайнау кем. Бір қайнау, бірақ солай кету керек екен. Басқа істей алмайсың ештеңе. Ары қарай жазсаң болмайды, артық, бері қарай жазсаң кем. Солай жібердік. Ол кезде деген интернет жоқ, бәрі. Дастан студияда деген болды, Айшида Рекс деген болды Шымкентте. Солардың бәрі звондайды, осындай ән болып жатыр деп. Біз телеарнаға шақырдық. Сол әнді айттық. Сол әнді телеарнаға айттық та, хабар ма, Серік Абашақ шақырды ғой. Соны айттық. Сол әннен кейін бәрі іздей бастады сол әнді. Біз білмейміз оны, танымал болып жатқанын. Алматыға барсақ, бүкіл Алматы билеп жүр. Барахолканың бер шетінен кіресің, қарасаң куплеті басталып жатады, ортасына барсаң қайырмасы ойнап, ең соңына барсаң бітіп атады ғой бәрі. Сол кезде
танымалдық дегенді біз әлі біз біле білмедік та. Сөйтсек сол әні уже хит болып шын сезіндірді танымалдықты. Бірақ енді біз онда клипін, оның клипі жоқ. Иә. Бірақ енді телеарнадан таралып кетті де, солай болып біз қалды. Ал сенді клиппен не қылдық, солай болып бізді Бәйтерек болды. Бірінші Астанада құрылдық. Астанадағы бірінші топ болып біз қалдық тарихта деп ойлаймын. Әрине. Тарихта қаламыз. Менде бір сұрақ бар да, жаңа айтып жатсыз ғой, енді біз жаңа буын ретінде бұл сол бір заманның нақты қазанда қайнап жүрген азамат ретінде өзіңіз жауап берсеңіз болады. Негізі сол кезде бір қазақ тілінде ырғақты әндер болмады ма? Бидің әндерінің бәрі жаңа өзіңіз айтпақшы Мұстафа Самдал болды, немесе көршілес Ресей эстрадасының жұлдыздары болды дегендей. Біздің сол кезде мысалға осы Қыдырәлі Болмановтар, тағы да нелер осы Музарттар шығып атты да. Ал біз ондай топ боламыз, не боламыз деген жоқпыз. Өйткені біз Институт академия искусствоны бітіргеннен кейін театр мен дипломный спектакль Ақмола болған. Ақмолаға бардық біз. Защит дипломды қорғап кеткеннен кейін жұмысқа. Содан кейін бір жылдан кейін Астана болды. Астана болғаннан кейін президент келді. Президент келгеннен кейін бір үлкен іс-шара болды. Сол Ақмоланың ауысқан күні ма, или болмаса сондай сол жерде өлең айту керек болды да. И біз айтты. Балалар қайда, жастар шақырып едік қой. И біз тез-тезден құралып, не жасап, трио жасап, әндерді, халық әндерін жазып. И айтты, мынау Алматыдан шақыра береміз бе? Міне көрдің бе, ешкім келген жоқ, қаншама не қылды. Міне осы жігіттер қолдайық деп, содан ары қарай біз кеттік. Ол бастағы құрам осы құрам ба? Иә, бірінші Сайлау, Нұркен. Жоқ, алдында мен жоқ болды. Менің алдында Нұрай деген жігіт болды. Потом кейіннен Сайлау мен Нұркен мені алды, Ереке деп. Сонымен сөйтіп театр, эстрада, театр, артынан кейін КВН қосылды. Содан кейін ары қарай сөйтіп. Негізі ше, актерлық жолдың өзінің өз деңгейінде әрине ауырлығы бар, қызықтығы бар. Және бір қызығы сол, енді театр актерлары көбінесе бос уақыт таппай жатады ғой. Мен соған таңғалып отырмын. Сіз мына жақта жайдарманда жүріп отырасыз, мына жақта актерсіз. Өйткені актерлардың негізі бір күндік жұмыс жоспарының өзінде негізі таңда жаттығудан басталады, оның арасында әнге кіреді, вокалға кіреді, кешке репетиция арасында жаттығу, уақыт табу жағы қалай болды деп жатыр ғой. Иә, бізде де шынымен ақ театрда таңертең сағат 9-дан әр күн сайын мысалға бір күн вокал болатын болса, бір күн би, бір күн репетиция. Сол сияқты қойып қойсайды 9-дан бастап әрі қарай. Сонда бізде 2-ге дейін жұмыс, өзіміздің жұмыс, 2 мен 5-тің арасы бізде окошко демалыс болады. Сағат 5-тен кейін ары қарай тағы репетиция болмаса спектакль. Сол уақытқа біз сол Бәйтеректің репетициясын қоямыз. Соның 5 пен 6-ның арасында болмаса спектакль ойнаймыз. Болмаса спектакльдің репетициясын жасаймыз сағат 8-9-ға дейін. Біткеннен кейін режиссер жібереді біз. Болды, боссыңдар, ертең күтеміз. Одан барып студияға барып Бәйтеректің әнін жазамыз. Оның ортасында келіп алып КВН-ға, редакторға, жюриге барып шақырады. Енді бәріне адамның ниеті, желаниясы болса, уақыт табуға болады да. Біз кейбір кезде біздің қазақтар, ой, ананы істемеймін, анау қиын, ой, анаған үлгермеймін дейді ғой. Бірақ ыңғайлап не қылса, бәріне үлгеруге болады да. Біз сол кезде үлгеруге тырыстық. Аға, жарайды, уақыт жетіп жатыр ғой? Желание болды, сондай. Энергия қайдан жетіп жатыр, энергияңыз? Энергияның бірі, ол кезде біз жас болдық. Шыны керек, біз деген қарамады, күні-түні жұмыс істедік. Күні-түні жұмыс істедік. Спектакліміз бар, репетициямыз бар, вокалдан сабағымыз бар, биден сабағымыз бар. Оның ортасында эстраданың әндері бар, оның аранжировкасы бар, оның киімдерін тігеміз, ән жазамыз, әннің әрбір нелерінің бәрі гитарасын ойнатамыз, домбырасын ойнатамыз, оның дауысын жазамыз. Оған өгізде Астанада студия деген жоқ, оны құрадық. Ташкеннен өзбек ағайындар шақырып бізге студия жасап берді. Енді бәрін естиміз ғой, бәрі ойбай. Өгізде бәрі Ташкентке баратын. И әнді де жаздыратын, и нені де клипті де түсіретін. Өздерің көрген шығарсыңдар, қарап тұрсаң. Ташкеннің үстінесі, соған бәрі барғаннан кейін біз де бардық. Ташкент іздеп. Бірақ енді көбісі сол жұмыстың арқасында біраз енді танымал болдық. Бәйтерек болды, Нұркен мен Сайлау, үшеуміз біразға дейін халыққа сол Астанадан көтеріліп. Енді қазір енді жігіттер қазір Сайлау Ақтөбе театрын басқарып жатыр, директоры. Ақтөбе театрының Нұркен өзімен бірге сол Қуанышбаев ұлттық театрда актер. Ал Бәйтеректі енді қолға мен өзім Бәйтеректі алдым.
қазір енді жас балалар бәйтерек негізі жаңалығы осы, иә, қасыңызда қазір екі бірдей жас талантты жігіт көрдік. Талантты жас жігіттер бар, соларды алдым. Енді былай қарасаң жігіттер, былай қарасаң уақытта келеді, адам есейеді, дауыс та өзгереді, халық жаңашылдықты, дауыс нелерді күтеді. Сондықтан бір шетінен бәйтерек деген топтың бар екенін біледі, әндерін біледі, соны жаңартқым келді. Халыққа қайталап бәйтеректі шығарғым келді. Сондықтан мен өзім жігіттерден рұқсат алдым, екеуінен айттым, Нұркен сайлау әңгіме бар, жиналайық, осындай жағдай. Мен оның алдында біз бәйтерек 12-13 жылы, 14 жылы уже біздің негізді қойдық. Паузаға кетті. Иә, паузаға кетті. Сол кезде мен өзім жеке сольный айта бастадым. Иә. Концерттерге қатыстым, анау. А мен барған жерге бәйтерек шақырады. Бәйтерек сұрайды, то есть. Иә. Енді мен жігіттерге айтамын, жігіттер енді уақыттары жоқ, кім директоры, қызмет бабы. Содан кейін өзім ойланып 3-4 жыл өзім жеке айтып жүрдім. Жігіттер былай қарасаңдар, Валерий Леонтьев 80-ге келген. Дубайда концерт беріп жатыр, сендер әлі 50-ге келген жоқсыңдар. Иә. Тағы да бір 10 жылдай көрейік деп. Содан кейін жігіттер анау деді, содан кейін енді қинаған жоқпыз ешқандай. Мен онда рұқсат беріңдер, осылай істесек, мен жас балалар жинайық, бәйтерек деген топ бар, оның не қылайық, ішінде мен өзім болайын, осы жігіттерді таныстырып, бәйтеректің атын өшірмейік деген. Атын өшірмейік, осы жігіттерді таныстырып, одан кейін өзімді де ауыстырайын сөйтіп. Бәйтерек деген топтың біразға өміршең қылайық. Ол жұмыс, ол да бір шетінен творчество, бір шетінен. Иә, демек Ерлан аға түсінгеніміздей, бұл бәйтерек тобының құрылуының негізгі символикалық мәні мынау біздің елордасымен астасып жатыр ғой, иә? Сонымен бірге біз енді ондай топ болып, ондай не қыламыз дегеніміз, сол кезде Астанада ешқандай әншілер болмады, топ болмады. Біз енді 96-97 біз барғаннан кейін Ақмоладан Астана болды. Біз енді 1-2 жыл жұмыс істейміз де, мен Алматыға қайтып кетеміз дедік. Астана болды. Біз оны түсінбедік әлі. Қалай Астана болды? Алматы ғой Астана. Мына жаққа көшіп жатыр дедім. И 1 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін құрылыс басталып кетті. Шаң, топырақ, Астана салынып жатыр, бірақ әлі орыстар көп. Біз барған кезде орыстың қаласы болатын. Қазақтардың өзі орысша сөйлейді. Біз ол кезде машине жоқ, жаяу жүреміз. Ол жерде бір несінде қызығы троллейбус болатын. Троллейбус Астананың, ол кезде Ақмола ғой, троллейбустар жұмыстан жатақханада тұрдық. Сол жерге дейін троллейбуспен барамыз, қазақша сөйлесең бүйтіп қарайды, орысша сөйледі. Мәссаған деп. Содан кейін енді бізді директорымыз халық артисі Қадыр Жосипбаев, жігіттер шыдаңдар, бұл Астана болады, бұл енді үлкен қала болады. Енді болды, президент шешті. Мен әлі түсінбей отырмын. Астанасы несі? Бір Астана бар емес, бұл Алматы ғой деп. Сен қарасаң, құрылыс басталып кетті, бір қарасаң, бәрі неғып жатыр, бәрі келіп жатыр, бүкіл депутаттар келді, министрлер келіп жатыр, біреуі қайтып кетіп жатыр. Енді өнер адам ешкім жылжымайды. Өйткені суық, маса, балшық. Бізде келген кезде, енді мен анандай Алматыны тастап келдік та, Алматыда жүрсің. Алматы, көп-көмбе халық. Мана жерде жұмысым бар, бүкіл жердің, бұл жерде той басқарамыз, өлең айтамыз, бәр жерде шақырып алады, анда-мында жүресің. Мына жерге келдік, ешкім жоқ, 2-ақ көше бар. Ұзын 2-ақ көше бар. Біреуі Победа, Жеңіс даңғылы, біреуі Мир дейді, бейбітшілік. Бітті. Содан кейін бір қарасаң өркейіп жатыр. Көз алдымызда өсті Астана. Сөйтіп біз спектакльді, театрды бастап кеттік. Өйткені біздің бір неміз қызық не қылғаны. Егерде ондай бір қатты бір жұмыс болып, былай театрымыздағы кішкене мотивация беріп, былай жұмыс істеп не қылған кезде біз кетіп қалар едік. Жұмыс болмаған кезде. Бізде жұмыс болды да күнде. Театрға деген махаббат алып қалды ма? Махаббат, репетиция, күнде біздің уақыттың қалай өткенін білмей. Артық ойлануға уақыт та болған жоқ. Ойлануға, кетем деп ойлануға, адам егерде уақыты бос болатын болса, ол жатады ойланып, болды, кетем деп, уже кетіп қалуы мүмкін. Ал сен ойлануға уақыт жоқ. Келдің, шен жатқаннан кейін уже звондайды. Не болды? Ереке жұмысқа да барасың, анау кітап оқисың, спектакль ойнайсың, анда-мында қайталап келіп, түнде шаршап келесің, енді кету туралы ойланайын десең, ойлана алмайсың ғой, таңертең жұмысқа бару керек. Сонымен сөйтіп жүрген кезде 2003-2004-те президенттің алдында өлең айту керек болды. Сөйтіп жүрген кезде солай
трио керек болды. Біз енді музыкалық драма театр ғой. Біз енді үлкен қыз жібек бар, музыкалық әндер бар, әндермен спектакльдер бар солармен. И соған мәдениет басқармасынан айтты осылай деп. 3 трио болып. Содан бастап оны сол Нұркен, Сайлау, Нұрай деген жігіттер үшеуі айта бастады. Потом кейіннен Нұркен мен Сайлау мені шақырды. Біз үшеуміз айта бастадық. Сөйтіп ол мәдениет басқармасындағы жігіттер соңғы Сайлау мен Нұркен мына жерде шынымен қазір трио жоқ екен. Сол кезде Музат, АБК, соңғы орыс топтары шығып жатты. Санаулы ғана, көп болған жоқ. Астанадан ой келді да, неге деп. Енді жарайды деді, ән жарайды деп бастап кеттік. Таңертең репетиция, кешке нелер іздедік, әндер іздедік, композитор іздедік, аранжерші деген Астанада дым жоқ әлі. Студия деген жоқ. Бәрі Алматыға звондаймын. Ол кезде телефон былай ғой. Оның хабарласуының ұзақ уақыт алады. Жоқ, қайт. Әйтеуір тауып, бізде бәндерді тауып. Сөйтіп 2003-2004 3-4 5 ән жазып қойдық, бірақ әлі танымал емес. Содан кейін топтың аты бар ғой өзі, жоқ, топтың аты жоқ. Содан кейін барып 2005-те сенді жіберіп бізді тани бастаған кезде топтың атын қою керек. Не қоямыз? Олар дедік, анау дедік, мынау дедік. Содан кейін как раз сол кезде Бәйтерек салынып атты да. Астана Бәйтерек деп қояйық. Ең бірінші аты біздің топтың Астана Бәйтерек болатын. Астанасы бар еще. Бір жыл ма, 2 жылдан кейін, қой, Астанасын алып тастайық. Өйткені ұзақ, анау, афишаға жазсаң еще, Астананы жазасың. Бәйтеректі жазасың. Артық жұмыс. Астанасын алдық та, Бәйтеректі қойдық. Астана Бәйтерек бол, бірақ Астанада ғана. Ол, Астананың қой деп. Сонымен Бәйтерек бізбен бірге өсті, Бәйтеректі қойдық. Солай кеттік арғарай, бісміллә деп. Енді аға айтып жатырық қой, осы бір ән тобының тағы бір ерекше тұсы жаңағыдай барлығы кәсіби мамандар. Енді шынымен де сіздің буының деп айтайықшы, енді қазіргі біз тыңдарман ретіндегі көзқарасымыз. Сол бір буында қай ән тобын тыңдасаң да, қандай шығармасын тыңдасаң да, бір сапа бар еді, мән бар еді, мағына бар еді. Енді өзіңіз де мойындайтын шығарсыз. Біз сөзге, әнге қатты қарадық, сөзге қарадық өткені. Қазақша мәнді мағына сөз болу керек. Анау мынау деген сөз жоқ, ондай. Халыққа бір жақсы сөзге қатты біз қарадық. Әнге де, сөзге де. Осында бір фильтр болды іште. Өйткені біз үшеуміз театрда жүргеннен кейін, театрда біз енді классикалық пьесаларды ойнағаннан кейін, ол тіл, Әуезовтің тілі, Мүсіреповтің тілі, оның бәрін біз өттік қой, сол үшін бізде де ол бірінші планда тұрды. Текст, әннің сөзі, мәтіні ол деген маңызды болу керек, ойлы болу керек. Сөздердің бәрі енді ешқандай емес. Сондайға көп бөлінді. Ал енді қазіргі жас топтарға, немесе қазіргі жас ән орындаушыларға жетіспей жатқан осы сияқты. Қазірде енді көбісі біз енді кішкене жіберіп алдық қой. Өздері білсінші деген. Бар ғой, біреулер бірнеке айтып жатса, қош өзі білсінші деген. Негізінде сұрыптау керек еді. Бірақ енді солай жіберіп алды, солай кетті. Бірақ енді халықта өзінің әнін тыңдайтын әндерін сұрыптап алады. Халық қайсысын тыңдайды, қайсысын тыңдамайды. Сондықтан кейбір әншілер бүйтіп айтып келеді да, ол уже сөздеріне мүмкін жастар мүмкін тыңдауы мүмкін, бірақ ондайлар да керек, өйткені баланс былай болып тұру керек. Егерде бәрі жақсы болып кетсе, ол да болмайды. Ішінде бір жаманы болу керек. Ол анау анау ұшылу керек. Жеңілдеу керек. Жеңілдеу болу керек. Енді бәріне бүйтіп аузына қақпаған, бірақ не болу керек? Сұрыптаудан өту керек шынында керек. Бірақ байқасаңыздар, қазіргі шығып жатқан әндердің ғұмырын ұзақ деп айта алмайсың да? Вот, например, жүрегіңде сақталмайды, миыңда жатталмайды деген секілді. Интернетте бір ай ма тыңдалды да, содан кейін бізде жоқ. Ал біздің әндерді мысалға, мен де ойлайтын мысалға, біздің әндерді кішкене тыңдайды, сонымен қарасам бүкіл тиктокта мың вариант ковер, мың вариант бір бөле жазып тастаған, қазір еще сұрайды ғой. Жасанды интеллектпен жазып тастаған. Аға, осыны айтсақ деп жатыр. Мен айттым, айта беріңдер. Біз кімбіз? Оған қарағанда Шәмшінің әндерінде бәрі айтады ғой. Айта беріңдер. Ол қайта айтқан жақсы да. Айтады да, ол бәрі ол әншін емес, бізді еске алады да. Оны Бәйтеректің әні ғой. Соны айналдырып айтып жатыр енді камера нұсқасында деген. Соны бізді не қылады да, бізге айтқаны жақсы да. Кейбір композиторлар жоқ болмайды, анау мынау әндер. Ол деген
халықтың әні қайта сенің әнің танымал болғаннан кейін айтып жатыр. Ал танымал болмаса қаншама мың бәле-бай ән бар. Неге айтпайды да? Ешкім неге айтпайды? Сенің әніңді именно айтып жатыр да. Ол біріншіден бір плюсы да. Сөйткені біз айтыла берсін дейміз. Кім айтса да, не айтса да. Бірақ енді әйтеуір әуенін бұзбай, бірақ әуенін бұзба қазір жасанды интеллект деген шықты. Неше түрлі қылып айтып тастайды енді. Оны еще тиктокқа салады. Демек, аға, олай болса, баяғы бала кездегі мен класстастарымнан құрылған бәйтерек бар ғой. Үшеуміз айта берейік па әндеріңізді? Рұқсат па деп рұқсат бердіңіз ба? 2 рет рұқсат қой. Шынымен де негізі айтқан әніңді елдің бәрі қайталап шырқап жүрсе. Ол ешқандай не емес. Ол мүмкін сендерде не қылуы мүмкін, ол айымды жақсы айтып жатыр анау. Бірақ ана бәрі халық айтып отырған деген мына кім айтушы еді? Ана бәйтерек қой, ана бәйтеректің әні ғой мынау деп. Сөйтіп біз еске алады да. Бәрібір оригинал болып қалады. Сондықтан атақ біз андай не емес. Мен өзімнің ойым ол неге қызғанбау керек деп. Да, авторский право қорғалу керек. Ол жағдай жасалу керек. Авторы кім, әнді кім, мысалға әнді ол кезде біз сатып алатынбыз. Сатып аласың өзінің атыңа, ол сенің автор өзі болып қалады да, бірақ ән сенің атыңда. Өйткені сен сатып алдың ғой. Сенің мүлкің. Мүлкің. Сондықтан ол кезде басында бір не қылғанда сұрап бастайды, қырғыздан звондайды қырғыздар. Аға біз анау сен байке, ерлан байке. Ненің қазақтары звондайды, үрімжі, қытайлар жаққан. Аға біз ана ханшайымды айтайық деп еді. Өзбектер звондайды, орыстардың, қазақтары звондайды, Россияның. Аға біз ана басында ойладым, бізде болмайды. Неге болмайды? Айта берсін қайта, жақсы. Бір күн үрімжіге барсам, ханшайымды періватыр ұйғырша, ол аранжировка істеп тұрған. Ұйғырша. Ханшайым деген біздің ән депші. Сонден айжын қазақтар шақырып алдыдан ұйғырға айтты, қой, ұят болады, міне автор, міне отыр деп. Әке, ренжімеші депсін. Айта беріңдер ғой. Авторы бірінші орындаушылар ұмытылмаса болды ғой? Жоқ, ұмытылған, ұмытылмайды ғой, ол бәрібір де. Ән бар кезде. Ол мысалы ханшайым айтылып шықса болды, ол айтып жатыр екен ғой дейді да, ой кетеді бәрібір, мынаны бәйтерек айтушы еді ғой, ана жігіттер еді депті. Бәрібір де ше. Ол бірақ анау айтыла береді ғой. Қазір деген енді анау жасанды интеллект деген неше түрлі тастады ғой. И каверді қазір Мейрамбек бастады, кавер деп. Бүкіл әнді қазір бәрін өңдетіп, байтеуір. Демек қазір лайықты ән жоқ қаға. Бұрынғыдай заман өмірлі ән жоқ, баяғыдай мәнді мағыналы автор жоқ дейміз ба қалай өзі? Не жетіспей жатыр қазір эстрадаға? Қазір енді жоқ, енді қазір бәрі бар да, бәрі бар, бірақ халық өзінің сүзбесінен өткізеді. Қайсысын тыңдайды, қайсысын тыңдамайды. Сол үшін ешкімге бұлай қақпақ қоюдың керегі жоқ. Халық өзі тыңдайтын тыңдап алады да, тыңдамайтын өзі тыңдамайды. Халықтың өзі сарасы. Өйткені өзінің сарасына салады. Егер де біреуге сен айтпа, ол да айтқысы келеді, ол дауысы жоқ болса да айтқысы келеді оның душа. Ол неге оны? Алла тағала оған дауыс бермесе де, оның желаниясы бар да, оған сен басып тастасаң, ол басылып қалады. Құдай білсінші айт, қанша шабатын көрінеді, өзі білініп тұрады да. Содан кейін өзі түсінеді. Менікі емес екен ғой деп. Сондықтан кейбір кезде жоқ, ана біздің нелер айтуға болмайды, дауысы жоқ қой, ана мына бір бәле деп. Ол дұрыс емес. Адам енді пенде ғой. Оның да анау айтып отырған кісінің де өзінің может минусы бар шығар. Ана жігіттің минусын өзі былай көрініп отыр, дауысы жоқ қой. Бірақ ана жігітте ішкі дүниесінде ынтасы бар, әнге деген құмар бар, өнерге деген құмарлық бар, өнер адамдарында деген бір сыйластық бар. Ертең сен өнер адам отырып, басып тастасаң, сен даусың жоқ қой. Не айтып тұрсың, сен айтпай ақ қойсын десең, ертең басқа өнер адамды көргенде жаман жек көзбен қарайды ғой, қойшы, бұларға не қылсаң анау. Ал сен жақсы екенсің ғой, дұрыс. Айта бер, кішкентай даусың бар екен, бірақ ана жерін бүйте сал, мына жерін сүйте сал деп кішкене айқында не қылсаң, жақсы ғой деп сонымен кетеді де, өнерге деген оның көзқарасы басқаша болады. Бұлақ көрсең көзін аш деп. А одан бұл өзі түсінеді де өзінің жағдайын, мына менікі емес екен ғой, не істеп жүрмін деп. Ал аға, енді біз шыны керек осы уақытқа дейін бәйтерек тобы, енді ең алғаш өздеріңіз Астана қаласында қызмет бабымен жүргеннен кейін топтың аты бәйтерек болғаннан кейін біз сіздерді тек қана сол Астананың жігіттері деп ойладық, сол жақтың тумасы деп. Енді топ мүшелерімен таныстырып өтсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Сол жақтың тумасы болып сияқты болып қалды. Қанша мен 2096-да барған кезде 1 жыл тұрамын да кетем дедім. Бұл мен уже 1 жылдың ішінде Астананы көп. Астана Ақмола ғой. 2 көше, шаң, маса көп, қысы суық. 2 рет па 3 рет құлақ үстіде
ана жердегі тұратын жер емес деп. Неге келдім? Бірақ жолдамен бізді сол жаққа жіберді. Иә. Сол жерде болады деп. Бір жылдан кейін Астана болады деді. Мен әлі білмеймін, не ол Астана. Менің барлық нем Алматы болып тұр. Алматы үлкен қала. Көктемі көктем, тауға барасың, табиғаты, жаз, жастардың қаласы. Достым бар, арман болып Алматыға барады. Ешем, амбиция. Мен бітіргесің, я халық артисі, тойға барасың, анда боласың, бәрі. Жұмысың бар, туған туысқандарың, класстастарың, бәрі сөйледі. Мына жерге барасың, ешкімді танымайсың. Ешкімді шыны, не класстасың жоқ, не туысқаның жоқ, не біреу, енді курстастарын танисың. Ал қазір, Аллаға шүкір, достар жиналды, орта қалыптасты, мәдени орталарымыз бар енді. Театрдың өзінің мысалға кезінде театрға әрең шақыртып келетін, алып келетіміз, алып келіп, енді ол жерде орыстанған ғой. Театр бар, қазақша, біз анау көрермен жиналудың өзі детский спектакльдерге кішкентай балаларды жинайтынбыз, солар өссін, қазақ болады деп. Ал қазір уже бүкіл облыстан қазақтар келіп, балаларын бәрін қазақ школдарға, қазақ театрына, қазақ концерттерге, қазақ музейлеріне бәрін апарып қазір деген бәрі жерде қазақша сөйлеп мақалдады. Қандай керемет. Ал біз 96-97 троллейбус, автобустың ішінде орысша сөйлеп көрші. Қазақша сөйлейді, ал орысша сөйлейді. Қандай не болғанша. Енді осындай өзіндік тарихы бар бәйтерек тобының, жаңа өзіңіз айтпақша, қайта концертке шығып таныту жоспарда бар, қайта еске түсіру деген секілді. Жоспар қалай болып жатыр? Қай үлкен қалаларға ма, әлде бір облыс өңірлеріне? Қазір енді бәйтерек, жас бәйтерек, сол бәйтеректің ішінде өзім бармын, сол. Енді біз біраз болды оны құрғанына, бір жылдай ма болып қалды. Соны енді біз біраз Астананың маңайындағы облыстар бар, Көкшетау, Қарағанды, Павлодар, оларға барлық. Енді оңтүстік жаққа келсек пе деп отырмыз, сол жас бәйтерекпен Тараз, Жамбыл облысы, Түркістан облысына, осы Түркістан шаһарына, келсе Шымкентке, Кентау, Шардара, Жетісай, Түлкібас, Ленгір деген сияқты аудандарға. Түркістан облысының біраз жерде болған сияқтысыз ғой? Иә, енді мен анау ескі бәйтерекпен біз Түркістан облысының аудан, қала ауылдарына дейін балып тастамыз ғой. Сарыағаш бар, шетінде Абай. Сол сияқты Ташкентке өтіп кеткенбіз. Ташкенттің Шыршық нелерінде, ол жаққа да. Ол ескі бәйтерекпен. Ол жақтың Ташкенттің нелері анау қаншайымды көрген кезде шынымен қызық қой. Біз енді сол сен деген әнмен Атырау, Ақтау, Орал, Ақтөбеге көп шақырады. Қаншайыммен Шымкент, Тараз, Қызылорда. Әр әннің өзінің көрермені бар. Өз тыңдармандары бар. Қызық қой. Содан анау біз бір күнге келеміз ғой. 5 күнге қалып қоямыз ғой. Енді шайын десең, екінші тойдағы кісі билеттеріңізді ауыстырасаңызшы, ертең той бар еді. Ауыстырамыз, 3-ші, 4-ші сөйтіп. Енді мынау қазір жас бәйтерекпен Алла қаласа осы Түркістан бар, Кентау, тағы да басқа қалаларға осы маңайдағы қайсысы, енді қазір сөйлесу үстіндеміз, қайсысы аудан, қайсысы қала бізді қарсы алып күтіп алатындай болады. Жағдайлары келіп, не дейді ғой, өздерінің расписаниялары қалай, жоспарларына қарай біз сөйлесіп жатырмыз. Алла қаласа, осы Түркістанда да боламыз, өздерің болып жатса концертте боласыңдар, шақырамыз, қонақ боласыңдар, телеарна көмектеседі деп ойдамыз, тағы да жарнамалармен көмек керек болады. Сондықтан жігіттер, осындай бір жаңалық бар. Осындай жаңалық бар. Түркістан халқымен, жас бәйтерекпен сол бұрынғы біздің ескі әндеріміз бар, Ханшайым, Сен, Алматы түні, Балғұмыр, тағы да басқа әндеріміз бар. Сонымен қоса, сол жас бәйтеректің жаңа әндері бар. Қазіргі стильде, қалай енді біздің кезіміздегі стиль манера пения дейді. Өлең айту. Орындау, аранжировка, дауысы, нелер қазір өзгеріп кетті. Стилистика өзгеріп кетті. Аранжировканың өзінде де, ән айтудың несінде өзгеріп кетті. Қарасаң, текстінде де өзгеріп кетті. Кейбір кезде біз анау несіне буындарға көшеді, қазір буындар келеме келмейме сөйтіп, бірақ мағанасымен деп. Сондықтан соларға сондай стилде, қазіргі жас бәйтерекке сондай стилде әндер жаздыртып жатырмыз. Енді оның бәрі мен өзімнің қадағалауыммен, өйткені былай қатты шығып кетпеу керек, қатты битіп кетіп қалмау керек. Сол үшін, бірақ қазіргі жастардың. Демек, ең бастысы бәйтерек сол өз биігінен төмен түспеу керек. Иә. Сондықтан
бәйтеректі сөйтіп алып жатқан несі бар концерттермен. Ал аға енді қазір жаныңызда жүрген екі жас жігіт таныстырып өтсеңіз. Ол жігіттер де театр актері ма? Иә, ол жігіттер театр актері емес, олар эстрадный вокалды бітірген. Бізде сіздерде сияқты өнер академиясы бар, неде? Сіздерде де осы қазақ-түрікте бар ғой, театр факультеті. Ана жақта бізде Шабытта эстрадный вокал бар, созда бітірген екеуі де эстрадный вокалды. Біреуінің аты Диас, екіншісінің аты өзі, ол Арыстың жігіті негізі, сіздердің жерлестер, бірақ Астанада тұрады. Оның аты гректердің аты сияқты, Аплатон. Аплатон? Да. Атының өзі, иә? Диастың өзі испанша ғой? Иә, Диас испан тілінен алғанда. Диас ол Қарағандының жігіті. Күн нұры дейді ғой. Аплатон ол Арыстың жігіті. Кім еді? Серікбаев Ержан, Нұрлан Испан, әрине, ауылдастары. Нұржамал Үсенбаева деген біздің үлкен мықты. Сондықтан Алла қаласа сол ән сапарымызда осы Түркістан бар ішінде келіп, әнімізді тыңдатып, бәйтеректі еске алдырып кішкене сөйтіп кетсек болып отырмыз. Қазір енді біз театрмен келіп отырмыз. Театрмен енді аға үлкен тарауға қайтып ойысайық. Енді театр әлемі бұл енді өте үлкен, әрбір актердің ғұмырында, әрбір актердің карьерасында өте маңызды рөл. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, осы бір өнер жолын қуалап енді ит байласа тұрмайтын жерде айтты ғой енді заманында, Ақмоланда. Сондай қиындыққа шыдап, сондай бір қиындықтан сізді алып қалып, кейін осындай өнер жолында табысқа жеткізген театр әлеміне қайта оралайық. Енді ең алдымен осы театр сахнасына жалпы сізді сахнаға ғашық қылған кім еді, немесе сахнаға келуіңізге кім себепкер болды осы жайында? Иә, бір шетінен дұрыс айтасыз, сахнаға мен өзім театр актері, болмаса әнші, нелерді боламын деп қатты былай қызыққан жоқпын. Өйткені менде де енді біз әке шешеміз музыкальный мектепке берді, домбыраға, потом музыкальный мен неде оқыдым, училище культура дейді, сол жерде оқып, потом армияға барып, мен музыкадан қанша қаштым да, мен армияға кеткен кезде ойладым, музыкаға жақын сөйсем, музыкальный взводқа түстім ғой еще. Келдім қайталап, мен басқа мамандық несі үшін театрға түстім. Театрдан мені Райымбек Сейтметов осы жерде, марқұм осы жақтың туылмасы Райымбек аға. Марқұм ол кісі енді. Мен ол жерге звукорежиссер болып кірдім. Дұрыс оператор. Иә, сонда енді мен музыкадан хабарым болғаннан кейін сол айтты осылай деп. Жарайды, бір-екі ай іштей тұрайын, бір кісі жоқ. Содан кейін ары қарай мені сол жерде алып қалды да. Райымбек аға енді техник бізде декораторларды, звуктардың бәрі жиналыс ашады. Содан кейін мені шақырып алады да, Ерлан ана жерде бүйт, мына жерде бүйт. Аға мен бірінші рет келіп жатырмын ғой, біз сол кішкене шатасып. Жоқ, сенікі былай нормально, нең бар, бірақ соны сөйтші деп. Соның бәрін істеп тұрдым да. Не айтады, соның бәрін істегенмін. Бәрін ойлады да, мына деп. Бір күні бір актер келмей қалды, үлкен массовкаға шығарып жіберді, бір рөлге. Аға мен онда анау мынаны бүйте саласың, сөйте саласың, мынаны бүйтесің, сөйтесің, жарайды деп. Шықтым, кеттім. Айттым, кеттім. Бір күні бір айдан кейін ба шақырады Райымбек аға. Не болды? Ерлан, мен сені былай қарасам, былай не, мына неге сен келіп тұрсың? Маған түсінбедім, маған не істейін деп отырмын мен. Сен тоқта, тыңдашы деп. Осы сен осыны айтасың, осылай болады деп. Эпизодқа? Иә, мен айттым, аға, мен өзім жұмысым бар, қалай мен ол жерге бар ғой актерларымыз? Жоқ, мен сені сол жерде. Енді үлкен кісі, директор, көркемдік жетекші, не айтасың оған? Болды деп, жарайды деп. Оны жаттап, нелерін айтып, қалай істеді, соны істеп, не қылып, сөйтіп жүрдім, өзім жұмыс істеп. Бір күні шақырады, сен актер болуың керек. Осы биыл академиясы Тұңғышбай Жаманқұлов қабылдап жатыр. Мәссаған, аға мен болмаймын актер, мен басқа жұмыспен не қылайын деп жатқанмын. Сосын тоқта, тыңда. Тоқташы, тыңдашы, мен осылай айтады. Мына ол кісі өлеңдерді жақсы оқитын. Тұманбай Молдағалиевті, нелерді, Мұқағалиларды, Төлеуберген Айбергеновтердің бәрін әндерін нелерді жақсы оқитын. Лирик болатын да. Осыларды оқышы деп. Қайдан ғана не қылдым. Жарайды дедім де, анаусын жаттатып, анаусын бәрін келдім де оқыдым. Нормально, мына жерін бүйтіп оқы, мына жерін бүйтіп оқы, сөйтіп оқы. Мен сөйлесіп қойдым. Ертең сағат 10-да сені Тұңғышбай күтеді деп. Оған мен жұмыс қайтып қоямын деп. Барсам Тұңғышбай отыр. Анау, сен кімсің дейді. Мен қалай кім? Аға, мен Малаев Ерлан болам, осылай түсуге келдім. Бүйтіп қалады. Слушать еттің ба дейді.
иә еттім онда түспейсің дейді. Қалай сен қатып қалғансың, армиядан кейін бәрі қатып қалады, сен икемі жоқ. Жарайды деп, тоқта, сен анау Райымбектің айтқан, Райымбек болғанда аға мен ол ешкім айтқан жоқ, маған просто сізді не қылады деді. Кеш онда, кел, шық сахнаға. Не бар деді. Яғни жаттағандардың бәрін айтпадым. Сен мынау, давай, ертең тағы кел деді. Аға мен ертең жұмысым бар театрда. Мен өзім жұмысым не қылып жатырмын, ана кісі ертең тағы кел деді. Мен айттым ғой саған, кел дегеннен кел. Қайтып барып. Сөйтіп допуск берді, ана қылды, мына қылды, өзім сөйтіп жүріп қалсам, адамдар көп жатыр, бәрі бірнекені жаттап жүр, ана мен не істеймін. Мен де жаттап аламын, бірақ енді мен сондай бір не қылып жатқам жоқ. Кейіннен бәріміз келдік, емтихан болды, айтатындарымызды айттық. Енді өзім музыкантпын ғой мен, музыкальныйлардың бәрін тазылады, не қылдық. Актерский бірнекелерді не айттым. Этюдтерін бірнеке деді, сонымен боссыңдар деді бәрін. Деді, мен кетіп қалдым, қайда, уже тапсырып тастағаныма бір ай болды менде ол. Өттім бе, өтпедім, бірақ оның ортасында Тюздың гастролі болды, олармен барып келдім, анау, бір күні Райымбек ағызым айтты, сен жындысың ба, сен оны Тұңғышбай іздеп жатыр ғой дейді. Неге іздейді аға, мен ол жақта жұмыс істемеймін, мен жұмыс. Сен ана неде оқисың уже, түспісің дейді. Сонымен барып, сол жақта солай түсіп, сондай ары қарай уже актерлық ше бердім. Демек, ойламаған жерден? Иә. Солай болды енді. Сонымен енді әкем бір шетінен марқұм, әкем кішкене қарсы болды. Оның алдында мен неде оқығам? Сельское хозяйство институты бар ғой, Сықида. Лесфакта оқығам. Соны бітіруім керек еді, сол дұрыс еді деп әкем енді. Енді әкемнің нағашы жағында бізде өнерге қатысы болды да. Біздің әкем жағында жоқ болды. Ол кісі енді басқаша. Кейіннен уже мен сахнаға шығып біраз нелерді таныла бастағаннан кейін әкем өз батасын беріп жарайды енді өзің білесің ғой енді. Мен ойлағам өмірім басқаша болады деп сонымен сол өнер жағына сөйтіп. Ал аға енді жалпы осы театр актерларының жаңағы ең үлкен алдында тұрған таңдауы бар. Және өзіңіз арнайы бір сұхбаттар айтқан екенсіз, кейінірек осы әсіресе бір замандар болды ғой, жаңағы театр, көбінесе театр актерлары жаңағы табыс аз болып жатты, көрермен тапшы болып жатты. Одан кейін көбісі жаңа бір қосымша бағыттар, қосымша мамандықтарға игеріп жүрді. Одан қалай жаңағы кинодан келетін түсірілімдер деген секілді. Ал енді осы бір ретте сіз қалай шешім қабылдадыңыз? Осы бір кейін материалдық тұрғыдағы енді ауыр кезеңдерді қалай өткердіңіз дегендей? Енді сол кезеңге біз тап болдық та, сол кезең өту керек болды солай. Соған біз выживание, соған біз икемделдік. Демек, бұл қиындық тек сіздің жеке басыңызда емес, жалпы бәрінде? Жалпы бәрінде болды, ол менің ғана емес. Бүкіл қазақ елінде болды, сондай бір не болды, сондай заман. Біз енді лихие 90 дей ма? Біраз анау лампас, адидастар, рекеттің нелері, сондай шет-жағасын көріп қалдық. Продукт, азық-түліктің жоқтық несі. Бірақ жас болдық. Бірақ әке-шешелеріміз соны кішкене жоқтатпай әйтеуір кішігірім. Бірақ мен өзімді әйтеуір бір тірліктер істеп, анау істедік, мынаны істедік. Әйтеуір әке-шешеміз енді бізде сондай, менде өзімде сондай болды. Мен уже мектеп бітіргеннен кейін ол әке-шешемнің қолына қаратуға ешқандай бірнеке сұрап, наоборот өзім көмектеспесем деп. Солай кіріп, сол қазанға қайнап кеттік, соны көрдік, соны сезіндік. Бірақ содан қалай шығу керек, соның бәрін өзіміз миымызбен ойладық та. Шығу керек болды сонымен. Бірақ мен ғана емес, бүкіл халық сондай болды да. Демек, ең бастысы сол мектеп бітіргеннен кейін миыңызда арнайы бір функция ата-анаға күш салмау керек, жүк болмау керек. Өзің, ертең қалай болады деп, өзіңнің күш-жігеріңмен, өзіңнің ойыңмен, өзіңнің басыңмен. Енді талай жігіттер болды ғой, андай рекетирствоға, басқа жаққа да неғып тартатындар. Мен енді мектеп бітірген кезде уже күрестен бірінші взрослый разрядым болды. Күреспен алсыз? Күресте. Сол кезде уже басқа бір жаққа уже кетуге сондай болды. Сол замандар ғой, сондайды бір. Сол замандар болды, сөйтіп. Бірақ білмеймін, Алла тағала өзі қорғаштады ма, біраз кішкене алшақтау жүрдім. Содан кейін ол заманда өтті. Қазір сол замандағы көбісі
басқа бір шаруалармен, басқа бір жағдайларда жатыр. Иә. Так. Сол сәтте дұрыс шешім қабылдай алмағанда. Иә, сол сәтте дұрыс шешім қабылдамағанда. Енді өзіңіз жаңа сұхбатта да айтып жатсыз ғой, менің еңбек кітапшамда бір ғана мекеменің мөрі бар деп. Сол оқуды тәмамдап, актер деген дипломды алған сәттен бастап, сол бір театр сахнасында өнер көрсетіп. Иә, Қалибек Қуанышбаев театрының сахнасында бір мөрім бар. Еңбек кітапшамда сол әлі тұр. Сол болса екен деймін, аяғына дейін. Өйткені Қуанышбаев театры бізге келгенде музыкалық драма театр болды. Одан кейін келген кезде академиялық талды. Одан кейін келген кезде ұлттық талды. Ұлттық деңгейді алды. Сол өсу деңгейі театрдың көрдік, бірге өстік. Мен де сол жерден заслуженный деятель алдым. Еңбек сіңірген қайраткерді. Оның алдында мен жастар сыйлығын алдым. 25, 26, 27, 28 жасымда. Одан кейін дарын жастар сыйлығын алдым. Жас болдық қой, жастар сыйлығын алдым. Содан кейін барып мәдениет қайраткер и заслуженный деятельді сол театрмен бірге өстік деуге болады. Демек театрдың орны ерекше сіз үшін. Иә, театрдың орны ерекше. Орны бірінші орында тұрады ғой. Ал аға, енді жалпы осы театр сахнасында сіздің жаныңызға жақын жанрлар деп айтайықшы, жақын образдар немесе жаңағы енді біз арнайы бір актерлар бар, тек қана біз сол бір қабағы қатулы, салиқалы бір қазақтың тарихында болған батырдың образында есімізге қалып қояды. Ал енді кейбір актерлар бар, енді өзіңіз білесіз, әріптестеріңіз тек қана комедия жанрында ғана елестете аламын ол кісілерді. Ал енді сіздің жаныңызға жақыны қайсы? Сізге қайсысы оң жамбасқа келеді дегендей? Менде мистика ғой деймін. Менде деген ужас қой деймін. Жоқ, біз енді актер болғаннан кейін барлық жанрға көнуің керек, майысуың керек, сынуың керек. Маған трагедия берсе де, андай жағымсыз кейіпкер берсе де, мен енді о жағы екеу жерінде де икемдімін. Өзі икемді актерлар икемді болады соған. Мен де өзім мамандық сондай болғаннан кейін икемделуім керек болады. Сондықтан мен бөлмеймін. Комедияны да, трагедияны да ойнауға тырысамын. Сосын негізі актерлардың арасында негізі болады. Кез келгенде арман болады ғой. Бір рөлді сомдау. Біреулер арманына жетеді, біреулер жетпей аяқтап жатады да мансабын. Сіздің бір армандап жүрген, арманыңызда болған сомдалды ма әлі? Әлі мен жас кезімде біраз сомдағым келген, біраз нелерді. Енді одан менің уақытым өтіп кетті, қазір біраз жасқа келіп қалдық. Ендігі сомдайтын рөлдерім болады. Король Лир, Эдип Патша деген сияқты. Қазір осы былтыр, осы 2 жыл болды театрда. Таласбек Әсемқұлов ағамыздың драматург Құнанбай спектакль жүреді. Сол Құнанбайды сомдаймын, өзіме жаныма жақын, жасымызға лайық. Сондай сол Құнанбайды өзім спектакль кезінде, бізге репертуар шығады ғой, репертуар шыққан кезде спектакльге бір 10 күн, 15 күн қалғанда мен оған дайындала бастаймын. Мен гастрольде болайын, басқа жақта болайын, бәрібір де сол дайындықпен жүремін, іштей дайындалып жүремін. Отырған жерде, өзім жекеше отырып қалған кезде бүкіл рөлдерімді қайталаймын бір жерде. Кейбір кезде далада жүріп қалған кезде солармен бәрі бүйтіп қарайды, маған не болған деп. Сондай өзімді дайындаймын. Мен өзім ол бараса ойнау мен үшін, мен ойнай алмаймын да. Мен оған спектакльді қойып қойдым ма, бір апта дайындаламын. Кем деген? Бірінші картинаны дайындаймын. Қай жерде соңғы рет ойнаған кезде қай жерден қате жібердім, қай жерді жақсы ойнадым, қай жерге не қоса аламын. Содан кейін екінші картинада, содан кейін үшінші картинаны не істей аламын, төртінші сондай оймен жүремін де, сонда мен өзімнің профессияма деген махаббатымды, өзімнің ой үстінде жүргенімді, ізденістерімді өзім кішкене маған сондай ұнайды. Кәсібилік деген осы шығар? Иә, өзімді қай жерден қате кетті, қай жерде жақсы болды, қай жерге не қоса аламын, қай жерде осы жердің соның бәрін өйтіп жүремін де, содан кейін барып сахнаға шығамын. Ал былай келесіп неғып олай мен көп шыға бермеймін. Мен дайындықта боламын да. Әрбір спектакльме 3 күн, 4 күн қалған кезде дайындаламын. 3 күн біреулері может бір күн, 2 күн қаласа сөз тексті бүйтіп қойды, а мен каждый текстке, каждый картинаға, каждый мизансценаға, каждый сөзімді, қайсы главный сөз. Әрбір картинаның басты мақсаты не? Соның бәрін ойластырамын. Еліктен өткізіп? Еліктен өткізіп, сөйтіп өзім сахнаға шығамын. Сол кезде мен өзім
сенімді. Бұлар сенімді и сондай бір ойнап шыға аламын да. Кейбір кезде болады енді кейбір рөлдерді бір күн сол күні ғана бүйтіп қайталай салған кезде ол сондай болып шығады да бір. Жайдақ көңілің толмайды. Көңіл толмай, жайдақ сондай бір ешқандай несіз деп. Ал көп жағдайда өзім қандай хоть эпизод болсын, хоть не болсын, тщательно қарап, ойланып, мен бар. Енді бұрын біз көп ойнайтынбыз спектакль. Қазір енді есейдік, қазір жастар келді. Жас буын алмасып жатыр. Жас буын қазір көп ойнайды. Сондықтан бар спектаклімді жақсы ойнауға, халыққа өз деңгейінде ойнауға тырысамын. Аға, енді сондай ақ өзіңізге келісетін шығар, жалпы Ерлан Малаев дейтін керемет есімді тұлғаны халыққа танытқан тағы да бір ерекше Қазақстандағы танымал жастар қозғалысы Жайдарманның, КВН-нің Жайдарман, рөл ерекше. КВН. Сізді Жайдарман тарихындағы ең көңіл төреші дейді бәрі. Жайдарманда деген, мен енді Жайдарманда біраз жюрилер отырады, бірақ именно маған звондайды, аға, біз мына жерге қосайық деп едік. Мына жерге біз команда, біз мына жерге былай қосайық деп, мен енді айтым, қатты кетіп қалмаңдар, қоса беріңдер. Мен оған не қамайсыз, мен қатты былай жаман нелер болмаса болды ғой. Жеке басыңыз өтіп өтпаса. Жеке басқа, анау бөлелерге атақ. Ал енді қазіргі уақытта соңғы рет қателеспесек 2014-те, 13-те ме қай жылдары болдыңыз Қазылар алқасында? Кейін көрінбей кеттіңіз. Мен соңғы рет осыдан бір 2-3 жыл болдым. Есен шақырып Алматы, Астанада. Тұрақты түрде сол жылдары болатынсыз ба? Иә, сол жылдар. Соңғы рет сол 2 жыл бұрын кейін бардым. Сол Астанада жоғары лига болды ғой деймін сол кезде. Не өзгертті енді қазіргі командаларда? Қазіргі буында? Қазіргі командалар кішкене қыс бастаған ба, не жоқ, свобода жоқ, кішкене еркіндік жоқ. Ана сөзді айтуға болмайды, ананы бүйтуге болмайды, мына сөйтуге болмайды дегендер заттар көп. Бұрын мысалға мен не отқан кезде шынымен ақ қой, Жайдарман бол деген жастардың гвардиясы ғой. Халық қатты қарайды жастаршы. Еркін ойлы, ойнаған кезде азартпен ойнайды. Жалындап тұр. Ана орыстардың нелер, Жайдармандар, КВНщиктер сияқты. Қазіргілер кішкене пәс-па, сондай бір нелер жалындап тұрған. Мысалға кезінде сол мысалға Қостанай, Петропавл бір команда келетін болса, Шымкенттен 10 команда келеді ғой. Жаңағындай ғой, бір финалда 5 командадан 4-еуі Шымкенттікі деген сияқты да. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды да. Өзіңіз кәсіби мамансыз, кәсіби актерсыз. Ал қазір негізі көп актерлар жайдарманшыларды мойындай алмайды. Бірақ сіз сол жастардың ортасында жүрдіңіз. Әлемге дейін шақырту келсе барасыз. Көзқарасыңыз қалай? Қазір енді мынау кино әлеміне жайдарманшылар енген, толықтай басы қасында жүр деп айтсақ болады. Жоқ, мен бағанағыдай мақсатым менікі бәрі сонда, бәрі менің өзімнің ойым, ол менің ойым да. Жайдарманшы жастар сондай нәрсемен айналысу керек. Оларға саған бүйтуге болмайды, сен театрдасың, сен анау. Біз театрдың актері, театрда біз өзіміздің миссиямызды береміз, мақсатымызды береміз. Жайдарманшылардың мақсаты ол бөлек. Ол да өнер, бірақ ол бөлек өнер да. Бөлек мақсат. Олар өмірде мүмкін өміршең болуы мүмкін, мүмкін өміршең болмауы мүмкін. Біз театр сияқты біз 40-50-ге дейін жұмыс істей алмайды ғой жайдарманшыларда. Олар көп болса 5 жыл Жайдарманда ойнайды, бірақ жарайды 10 жыл ойнайды, потом ары қарай болды уже. Сондықтан оларға менің ойым ешқандай да қақпау керек. Бізден көп театрлар айтады ғой, Жайдарман деген мынау деп. Жеңіл қабылдап жатады. Өйткені ол жастарға өте мотивационный, балалардың ашылуына, ойнауына, ол бүйтіп сахнада жүруіне, ертең ол емін-еркін сөйлеуіне, ол жақсы мотивация беретін нәрсе де. Демек сахна ортақ. Иә, сахна ортақ, ол қызғанудың керегі жоқ. Олар деген сол уақыттың жағымды жастар, соны өту керек. Сондай болып жүру керек, соны өту керек. Сонымен олар амбициямен, кезінде мен де Жайдарман ойнағам, анау, ары қарай. Елге танылып жатса, шығармашылыққа бет болса не іс жаман? Егер де оны артқа тартып, мына болмайды, зачем Жайдарман, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл менің өзімнің ойым. Сондықтан Жайдарман енді, мен Жайдарманда отырдым, жүреймін деп айтып жатқан жоқпын. Как адам ретінде, как көрермен ретінде, как солардың көз алдында өтеді. Көп қызық нәрселер,
балалардың фантазиялары көп қызық нәрселер, жағдайдың, елдің жағдайын айтып көп жатады. нәрсені астарлап та астарлап жеткізіп жатады, елдің жағдайын айтып жатады. Оларда бөлек театр болып жатыр. Неге театр болмасқа? Неге біз оларға жоқ болмайды, сендер оқымағансыңдар? Неге? Әркімнің де өнерге бар талас деп абай атамыз. Олар да жүрсін. Көпті кетпейді. Демек өнерді қазір көп нәрсе бар, конкуренция болады да, өсу болады. Түсінікті. Ал аға, енді соңында жалпы театр әлемінде әрбір сапар, әрбір көрініс, жаңағы спектакль барысында, дайындық барысында болатын қызықтар болады ғой енді. Соңында бүгін подкастымыз осы көңілді отырып аяқтайық. Сол үшін бір қызықты оқиғалармен бөлісіп отырсаңыз енді. Ең бірінші театр сахнасында қызық оқиға дегенде ойыңызға оралатындарынан осындай бір сәттер. Немесе біз жиі естіп жатамыз, мынау әріптестердің сахна жасайтын, бір-біріне жасайтын бір құйтырқылықтары болады деген, бір жаңағы пранк дейміз ғой қазіргі таңда. Сондай бір күлкілі сәттер дегендей. Иә, ондайлар көп болады ғой, мысалға көп жерде басқа бір мысалға сахна болып жатқан кезде шығарып жібереді. Сахна болып жатқан кезде ол жерде ол сахна бар ма жоқ па білмейсің, батырдың киімін киіп аласың да. Ең бірінші оның бәрін бізге жасаған мысалға жас актерлар келеді ғой. Жас актерлар келген кезде айтамыз, бәріміз келісіп аламыз. Айтамыз, ана жерде не қылатын да бар еді ғой, соған сен шыға тұр, ол жігіт қазір жоқ. Қалай шығады, ол жастар білесің ғой, қалай шығады? Уайымдап. Иә, қалай шығады, не істейді? Қазір саған Гуляға бар, батырдың киімін береді, қалқан, мына жермен ұстайсың да, еш шығасың да, анау кісі главный героиня, мысалы бағана Алтынай апаң келеді ғой, сен жүгіресің, деп. Бір күн сөйтіп жоғамызды алып. Кеткен бас. Бәле, жерде ойбай. Енді жастарға не? Енді олар ойлайды шынымен сондай екен деп ше. Біз енді қасымызда балалардың бәрі орта буын актерлар келісіп боламыз. Ана жер қалай еді десе, Ереке, ол жер былай емес, былай шығу керек еді. Иә, солай екен ғой. Қалқан болу керек. Ана жерде дуылға болу керек, қолында несі болу керек. Ой, ұмытып кетті ғой, жүгір, қалқан дуылға ет киіп келді. Сөйтіп шығарып жіберетін нәрселер көп. Әдемі монологтың ортасында кіріп келеді дейсіз ғой. Ана кісі ұрып жатқан кезде, дейді, ана бүйтіп құрайды, жоғал деймін, кет деймін. Қалау, көзі мынандай. Оны көрермен қалай қабылдайды негізі? Кейбірде түсінеді, кейбірде түсінбейді ғой, шынымен сондай екен деп қалады сахна. Ана жерде ана актер жынданып отырады, кім жіберді? Ерлан, сен ба, Нүркен, сен ба, Қуандық, қайсың деп. Демек бұл жас буынды, иә, жас буындарды өтеу керек кезеңдер ма? Көп не қылады да сен. Оғанда екен ғой, ана кісі келіп алады да сыбайды сенің келеді. Иә, оңбаған, сен кім шығардың? Оған Ерлан Нүркен оған. Ондай бұл жерде ондай ештеңе жоқ. Ешқандай батыр кірмейді бөлген. Енді өзіңізді алдаған кездер болды ма? Сізге қарай жаңағыдай жасалған әдістер? Біраз алдағандар да болды, өйткені бір детский спектакль болды, соны бір жігіт келмей қапты да. Көп қызықтар негізі осы ертегілерде болады ғой негізі. Детский спектакль болды да, бір жігіт келмей қапты да, келген ба, келмей қалған, содан кейін тез шығу керек болды да, не болды? Ереке көмектесіп жіберші, не болды, ана кім келмей қалды? Жарайды деп, киімін киіп алдым, грим салсашы, жарайды. Гримге отырмын, грим салып алып, бетін бәрін бояп тастадым. Қатты бояп тастайды бетімді. Бетті бүйтіп масканы бүйтіп кидіріп тастады да. Шыға бер дейді. Онда неге грим салдыңдар деймін. Ана маска көрінбейді. Содан енді шешімді шығуым керек деді. Шығасам, бәріне грим жағып тастаған ғой. Осы гриммен шығады. Бәрі келіп, ана келеді, ана жерін бүйтіп жіберсеңші, мына жерін бүйтіп жіберсің. Бүкіл гримнің бәрін жағып тастады бетіме ше. Мына жері бұндай ғой деп. Еще оның режиссері жүр. Мынау дұрыс емес қой, жөндеп салсаңдаршы деп. Режиссер. Содан ана масканы бүйтіп киген кезде ана грим көрінбейді да. Иә. Сол кезде түсіндіңіз ба? Түсіндім ғой, мына неге салды. Сондай қызықтар болған. Енді ол жерде тағы бір қызығы, бір театрда өзіңнің курстастарыңмен оқып жүрсең, заман құрдастарымен, ол кісілер жаңа айтып жатсыз ғой, сіздерде алтын курс деп. Бір курстан шыққан бірнеше түлек қазіргі осы театрда жұмыс жасайды, ол бір-бірімен енді әзілдесу, бұл заңдылық шығар. Студенттік шақты бірге өткізген жандар енді әзілдесетіні сөзсіз. Біз осы Түркістан облысына, Шымкент, Түркістан облысына, тағы да басқа облыстағы аудандарға бәйтерек тобының, жас бәйтерек тобымен ән сапарымызды бастасақ деп отырмыз.
осы жақтан. Енді Алла қаласа сонда сіздерді, халықты, Түркістан халқын, Түркістан елін, жұртшылығын бәрін сол Бәйтеректің концертіне шақырамыз. Ол жерде сол бұрынғы ескі Бәйтеректің ескі әндері айтылады, сол Ханшайым, сол Сен, тағы да басқа. Одан кейін жаңа Бәйтеректің жаңа әндері де айтылады. Бәрін бірге ән шырқап, сол концертте бірге болайық. Жігіттер, сендерге де рахмет. Осындай подкастқа шақырып, біраз әңгімелесіп, біраз болып бұлай әңгімелесмей келді. Арқа-жарқа енді барынша айтуға бәрін тырыстық енді. Өздерің көресіңдер енді. Түркістан телеарнасына, Түркістан халқына аманшылық болсын. Біздің өзіміздің екінші меккеміз ғой, Түркістан елі жасай берсін. Қала керемет болып өскен, қандай мынау караван-сарай деген қандай керемет. Көшелерді де жасап тастаған, үйлерді де салып тастаған. Осыдан бір 10 жыл бұрын келген кезде шаң топырақ шығып жатыр еді. Қазір екінші Астана, сондықтан сәттілік болсын, көркейіп, өркейіп өсін. Біз әрқашанда келіп, өз өнерімізді көрсетіп, қызмет жасауға дайынбыз. Рахмет аға. Қадірменді көрермен, мінекей дәл осылай әдемі сұхбат осымен өз соңына келіп жетті. Ең басты Түркістан телеарнасы қосулы болсын, аман сау болыңыздар.